Алдыңғы сабақтарда біз функция ұғымымен және оның қасиеттерімен таныс болдық. Бұл сабақта біз сызықтық функция және оның графигімен танысатын боламыз. Мынадай мысал қарастырайық. Ағашты бір жерден кестік делік. Сонда екі бөлік пайда болды. Егер екі жерден кессек, үш бөлік. Үш жерден кессек, төрт бөлік пайда болар еді. Егер кесілген жерлердің саны x, ал пайда болған бөліктердің саны y деп алсақ, онда бұл екеуінің арасында мынадай тәуелділік бар екенін байқаймыз. Y тең x плюс 1. Келесі мынадай мысал қарастырайық. Әкесі баласынан 20 жас үлкен болсын. Әкесінің жасын x деп, баласының жасын y деп алайық. Онда y тең x минус 20 тәуелділігі пайда болар еді. Трактордың екі дөңгелегі арасында мынадай тәуелділік болсын. Кіші дөңгелегі 5 рет айналғанда, үлкен дөңгелегі 3 рет айналатын болсын. Олай болса, кіші дөңгелегі 1 рет айналса, үлкені 5-3 айналым жасайды. 2 рет айналса, 5-3 көбейтілген 2. Егер x рет айналса, 5-3 көбейтілген x айналым жасар еді. Осы сияқты өмірден әр түрлі мысалдар келтіруге болады. Соңғы қарастырған мысалдың графигін сызып көрейік. 0 болса 0, 1 болса 5-тен 3-ке тең, 2 болса 5-тен 6, 3 болса 5-тен 9, сол сияқты 5 болса 3-ке тең, 10 болса 6-ға тең. Нүктелердің жиынтығы координаталық жазықтықта түзуді құрап тұр. Графигі түзу сызық болатын функцияны сызықтық функция деп атаймыз. Ал тәуелділікті алдағы уақытта сызықтық тәуелділік дейтін боламыз. Сызықтық тәуелділікке қандай мысалдар келтіруге болады? Бірінші қарастырған мысалымызға бір көз жүгіртейік. Кесілген жерлер саны мен ағаш бөліктерінің саны сызықтық тәуелділік бола алады. Әкесі мен баласының жастары арасындағы тәуелділік, ол да сызықтық тәуелділік бола алады екен. Егер тұрақты жылдамдықпен жүретін болса, пойыздың жүрген уақыты мен жүрген жолы арасындағы тәуелділікті де сызықтық тәуелділікке жатқызуға болады. Мысалы, 15 минутта 20 км жүретін пойыз жарты сағатта 40 км, ал 1 сағатта 80 км жүреді деп айта аламыз. Бұл графиктен жылдамдықты байқауға болады. Мысалы, 1 сағатта 80 км жүрді, яғни оның жылдамдығы 80 км сағат. Сонда, кез келген уақыттағы жүрілген жол y тең 80 көбейтілген x болар еді. Егер бізге тек қана график берілсе, онда бұдан жылдамдықты табу үшін кез келген уақыт аралығындағы жүрілген жолды оған жұмсалған уақытқа бөлу арқылы шығарып аламыз. Егер жылдамдықты k деп белгілейтін болсақ, онда ол 80 км жолдың 1 сағатқа қатынасы, яғни k тең 80 бөлінген 1, 80-ге тең болар еді. Немесе басқаша да көрсетуге болады. 1 сағат пен 1,5 сағаттың аралығында ол 40 км жүрді. Демек 40-тың жарты сағатқа қатынасы. Бұл да 80-ге тең. Біздің қарастырған тұрақты жылдамдығымыз функцияның градиенті немесе бұрыштық коэффициент деп аталады. Және ол мынаған тең. Әрине, есептің берілгендерін басқаша өзгертуге болады. Мысалы, пойыз 1 сағат кеш шығуы мүмкін. Олай болса, y тең x минус 1 көбейтілген 80, яғни 80x минус 80. Немесе келесі жағдайда 40 км жүргеннен кейінгі уақытты есептеуіміз мүмкін. Яғни y тең 80x плюс 40. Жылдамдығы 80 км сағат болатын пойыз үшін әртүрлі жағдайлар y тең 80x плюс b болар еді. Олай болса, жалпы жағдайдағы сызықтық тәуелділіктің формуласы y тең kx плюс b болады екен. Бүгін біз сызықтық функция және оның графигімен, сонымен қатар бұрыштық коэффициент ұғымымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше.